Әлем сені ақмақ еткісі келеді. Мәселен, банктік жүйені білмейтін адам кредитті өте көп мөлшердегі үстемесімен алып, соңынан сан соғады. Білімсіз адамнан ақша табу оңай. Бақытты, бай және тәуелсіз болғың келсе, мүмкіндігінше білімді арттыруға тырыс. Білім беру институттарына бір жақты сене берме. Олар оқу жоспарын дайындап, оның қате жасалғаны анықталғанша көп уақыт өтеді де шығады. Біреудің соңынан жүріп оқығанша көш бастау арқылы білім алу жөн. Мүмкіндігінше көп оқы. Есте сақтау қабілетіңді жақсартып алып, тез оқуға тырыс. Мен білемін, сен бір аптада кем дегенде бір кітапты оқып бітіре аласың. Әр кезде де барлық адаммен байланыста бол. Байланыс жасаудың шебері бол. Адамдардан жақсы қасиет табуды әдетке айналдыр. Оны сол жақсы қасиетімен таны. Мәдениетті боламын деп уақытты сарқыма. Мәдениеттілік әр мәселені тек эмоциямен шешетін жол. Қарапайым әрі нақты әрекет ет. Егер әлдекіммен байланыста сені әлдене жаман қырымен таңғалдырып, мазалайтын болса, араны үз. Бұл уақытыңды босқа кетірме. Үлкендермен көбірек аралас. Шешім қабылдауды үлкеннен үйрену дұрыс. Қатарластарынан үйренудің еш нәтижесіз екенін біл. Өзіңнен мықты адамды ізде, онымен көп уақытыңды бірге өткіз. Ол мықтымен деңгейлес болуға, тіпті озуға да талпын. Мәселені кешіктірмей бітір. Егер мәселе шешімін таппай ұзаққа созылса, қорқыныш үдей береді. Маған сен. Шығынды барынша азайт. Басты арманың мен мақсатына мүмкіндік бер. Қуанышыңды тәжірибемен алмастыр. Үйіне жаңа жиһаз сатып алғанша Парижге барып келгенің жақсы. Жағдайың нашар болса, ең бірінші материалдық жағын шешу керек. Сенде 5 жылға арналған жеке жоспар болу керек. Бұған біртіндеп келуге тырыс. Жобалауды үйрен. Бұл елестеу қабілетін мен логикаңды дамытады. Жастайынан салмақ арттырма. Мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Тамақ жасауды үйрен. Бұл өміріңді оңай етеді. Тамақ жасауды жұмыс деп емес, көңілге жағымды іс деп оқу керек. Әрине, бұл арқылы ақшанды оңға солға шашпайсың. Ұйқының қадірі қашпасын. Ұйқы мен тұрақты тамақ семіздіктен құтқарады. Мен мынаны жасай салайын, немесе о жақта ұйықтап үлгіремін десен, айтайын. Ұйқың тыныш болмаса, сен ештемеге де жарамайсың. Блокнотың болсын, миына сенбе. Мынаны істеуім керек пе еді деген оймен емес, қағазда жазылған нақты тапсырманы жаса. Алдына үлкен мақсат қоя білде, оны орындауға мүмкіндік ізде. Болар нәрсе болар, бірақ болар нәрсенің болатынын алдын ала білсен өзіне жақсы. Әйтеуір бір саланың шебері бол, айналсоқтап жүре бермей, бір іске 5 жылыңды арна. Одан кейін мамандықты ауыстырғың келсе, ерік өзінде. Бірақ ауысқан салана сенімді бол. Адамды түзеймін деп әуре болма. Оданша бүлінбеген адамдарды іздеп тап.